достар. Бүгін біздер радиатор охлаждения жылу жүйесін тазалау, соны көрсетеміз. Мұнда радиатордың мына шлангы патрубкасы, подачасы, мынау обраткасы. Біздер осыған лимонный кислота су араластырып, моточек арқылы жалғап тазалауды жүргізіп жатырмыз. Бұл мынау дейтін подача болып есептеледі. Керісінше мынау обратка болып. Мына астынан дейтін былайынан дейтін болғасын. Мына кері қайтып келгенде мына үстіңгі жағы бітеліп қалды радиатордың. Сондықтан дейтін астынан кері жоғарыға тайдап жатыр. Мына жерде насос, газельдің, пассажирский газельдің салонның пешінің насосы, дополнительный лимонный кислота, суға араластырылған лимонный кислота. Міне мынандай 5 штук лимонный кислота қосып аккумуляторға жалғанды. Плюс-минус насоста тек қана бір провод бар. Бұл дейтін мына плюсы, екіншісі мына массасы корпусына жалғанады. Болды, басқа ешқандай көп ештеңе емес. Мына патрубканы жалғау үшін мына 20 труба, пластик труба, мына жері 25 труба керек болды. Соның екеуін жалғау арқылы патрубканы жалғанды. Екі жағында сол бірдей патрубка. Осы жалғадық. Осы жаңа қостық. Осылай бір сағаттай жұмыс жасап тұрып, кипятильне қосып қойдық. Суымыз сыйды қазір. Самсунның осылай тазалаймыз. Осылай тазалап болғаннан кейін, осылай суға пищевой сода несі бар. Сонымен тағы бір өтіп шығамыз. Лимонный кислота себебі дейтін алюминийді, металлды дейтін жейді. Темір шелесіміздің аңғылы қарайтып жүрді. Осыдан кейін пищевой содамен бір тазалап шығамыз. Аш содасы, кухняда қолданылатын тамақ пісіруге. Содан кейін бір таза сумен тағы бір шайып, осылай айналдырып шығамыз. Содан кейін бір системаны жалғап, антифризін құйып, жұмыс жасатамыз. Оның алдында біздер дейтін пештің радиаторын тазаладық. Тағы осындай бағытта. Онда тек қана шлангы, 216-лық шлангымен жалғанды. Мынада патрубкасы үлкен болғандықтан мынандай переход жасап басып тұрудан. Бұны әркім үйінде жасай алады. Достар, подписка күтемін сіздерден. Осы сіздерде өздерінде үйден жасап көрсін деп жүргізіп жатырған нәрсе. Подписка, просмотр. Рахмет. Енді керісінше жалғап тазалап жатырық. Одан да көп айта жүріп. Тас сияқты. Лимонный кислотамен тазалап болдық. Қарасаңыздар ішінен мынандай тастар уатылады, бірақ қатты системаны герметик. Мына жерде даже қарасаңыздар масаға дейін жоқ ішінде. Бұл қалай кетіп қалып жүрген. Бір сағат 40 минут тазаланды. Енді тап осындай уақытта суды төгіп ағызып аламыз. Ішіне лимонный кислотаны радиатордың ішінен астынан пробкасын ағытып. Сосын осындай су құйып, ішіне пищевой сода салып, қайтадан тазалаймыз.